Мен онкологиямен ауырған кезде деген екі түрлі видео салған болатынмын. Сол видеоның жалғасын көп оқырмандарым сұрайды. Сіз қалай шықтыңыз? Негізінде өте ауыр ғой, ол жағдайдан шығу қалай болды деп, сол контенттердің жалғасын түсіремін деп шештім. Мен Инстаграмда өкінішке орай ұзақ видео сала алмайсың, сол үшін YouTube каналыма салам деп шештім. Бірінші маған диагноз қойылғаны осыдан 3 жыл бұрын, 4-ші жылға кетіп баратыр, вернее, злокачественная опухоль шейки матки 2-ші стадия деген диагноз қойылды, өкінішке орай. Ол кезде жағдайымды айта алмаймын, өте ауыр, өте қиын. Ондайды мен ешкімге тілемеймін, дұшпаныма да тілемеймін деп айтады ғой, вот дұшпаныма да тілемеймін, Алла сақтасын. Бірақ сол жағдайдан өттім, Құдайға шүкір, қазір жақсымын, Аллаға шүкір, бәрі жақсы менде, ремиссия, 3 ай сайын дәрігеріме көрініп тұрамын, Оны басынан өткізген адам ғана біледі. Сол кездегі маған көмектескен жағдайларды, маған көмектескен әдеттерді кеңес ретінде бере кеткім келеді. Мүмкін бір адамға пайдасы тиетін шығар. Мен сияқты қазір ауырып жатқан, сыналып жатқан адамдар бар шығар, сол кісілерге көмек болсын деген оймен осы контентті түсірем деп шештім. Көп ойландым негізінде, қалай түсірем, не айтам, не істейм. Мен қорқамын да, мысалға, ондай жауапкершілікті мойныңа алған өте қорқынышты ғой, мысалға да, біреуге бір кеңес берудің өзі қорқынышты негізінде. Оны тек қана сол басынан өткізген адам ғана біледі. Біріншіден мен айтқым келетіні сіздерге, Құдайға қатты жақындаңыздар, Аллахқа өте қатты жақындаңыздар. Мен көп адамдарды білем, Алланы аузына да алмайтын адамдар бар да, өкінішке орай. Сондай жандарға бір Құдай өзінің бар екенін білсін деп, не болмаса өзі сол құлын жақсы көргеннен кейін өзіне жақындасын деп, сондай мүмкіндік беретін сияқты. Сол үшін Құдайға қатты жақын болып сол кезде дұға жасаңыздар. Көп сұраңыздар Алладан. Алланың құдіреті шексіз, кереметі шексіз. Оған түкте емес, сені жазып жібере салу, бір күнде бір қара сумен ақ саған ем бере салу, сол аурудан сені жақсы қылып жібере салу, ол түкте емес та, Аллах тағалама. Сол үшін Аллахқа өте қатты жақын болыңыздар деп айтқым келеді. Одан кейін екіншісі, ешқашанда өздеріңіздің ауруларыңызды зерттемесеңіздер екен. Негізінде мен алдында болған жағдай, менімен бірге бір больницада емделіп жатқан кісілер болды, бірге жатқан кісілер болды. 2 жыл өмірімен мен ауруханада өткен адам ретінде айтып отырмын ғой. Сондай кісілердің көбісі о дүниелік болып кетті, өкінішке орай. Көп ауруын зерттейтін да, интернеттен іздеп тауып болады, ана жерден іздеп тауып болады, мына жерден іздеп тауып болады да. Сөйтіп соны ойлап, менің азғантай ғана өмірім қалды, менің ауруымның емі жоқ, мен жазылмаймын, мен жақсы болмаймын деп қоштасып, сол кезден бастап дайындала бастайды да, менің ауруым осындай екен деп зерттейді. Одан қалса, сол жерде ауруханада бірге жатқан кісілер тек қана есік алдына прогулкаға шықса да, палатада отырса да, шай ішсе де, тамақ ішсе де, өздерінің ауруларын обсуждать етеді. Сенікі қандай ауру, менікі мынандай екен, менікі жазылмайды екен, сенікі қандай екен деп көп обсуждать ететін еді. Мен сол кезде мүлдем ондай әңгімелерден аулақ болдым. Өзімді алып жүрдім да, былай шетке алып жүрдім. Әңгіме айтсақ тек қана бала шағамыз жайлы, өткен өміріміз жайлы, тек қана күлкілі жағдайлар жайлы да, сондай әңгімелер айтқанды жақсы көретінмін да. Бірақ өзімнің ауруымды ешкіммен обсуждать етпейтінмін. Диагнозымды, ауруымды, жалпы қанша химия алдым, операция менде болды ма, болмады ма деген әңгімелерден мен аулақ болатынмын. Жалпы өзім ауруымды мен обсуждать еткім келмейтін да. Мен ойлайтынмын, мен ауруымды обсуждать ете берсем, ол мен ушығып кетеді, организмде ол үлкейіп кетеді, мысалы, опухоль болса, ол жайылып кетеді жан-жаққа деп, солай қабылдадым да. Жалпы біріншіден айтқанда мен ауруымды қабылдаған жоқпын. Айтып кетейінші осы жағдайда. Мен ауруымды қабылдаған жоқпын. Мен онкологиямен ауырмаймын деп айттым. Бірінші күннен бастап та, диагноз қойғаннан бастап. Бәрі маған айналадағылар бәрі айтып жатты, сен аурусың, сен онкологиямен ауырасың. Жоқ деп, мен ауру емеспін депті. Бірақтан да дәрігерлер айтты маған, сен раксың деп, злокачественный деп. Мен қорқамын емделмей қоюға, сол үшін емделіп жатырмын. Негізі мен ауру емеспін деп айтатынмын да өзімді. Содан кейін ауруды обсуждать етпеу керек деп ойлаймын да, өзің ауруыңды. Одан кейін айтатын жағдай, тек қана өзімді сол жерге тоқтаған өмірімнің бір аялдамасы сияқты қарадым да. Мен осы қашын қарбалас өмір сүріп келдім, тіршілік дедім, жұмыс дедім, ақша табам дедім, бала шағамды асырайын дедім, үй салам дедім, үй салып жаттық сол кезде осы үйімізді. Үй салам дедім, бала шағалар жеткізем дедім, жұмыс дедім, тынбай. Сөйтіп жүргеннен кейін мен ойладым,
мен мүлдем өзімнің өміріме бір сәтке де тоқтап анализ жасамағанмын. Жалпы мен кіммін, қалай өмір сүріп жатырмын, өзімнің қалаған өмірім сүріп жатырмын ба, мен сүйікті ісім қандай, немен айналысқым келеді, жалпы қалай өмір сүргім келеді, маған екінші рет өмір берілсе егер де мен қалай өмір сүретін едім деген сұрақтардың жауабын іздей бастадым да. Маған бір берілген, мен әлі неше жыл өтсе де менде сондай қатты осы онкология ауыр өткен ғой, енді мен кішкене осылай нетсем есіме түссе осылай көңілім босайды. Ол қандай жағдайда болса да мен спокойно айта алмаймын ол теманы. Енді қанша химия болды, қанша ауыр болды лечение. Содан кейін солай қараған дұрыс деп ойлаймын. Менің өмірімнің бір аялдамасы, мен осы жерге шейін өмір сүрдім, мен тоқтап ары қаратай өмір сүрмем. Алла тағалам мысалға бір Құдай өзі пендесін тоқтатып қоятын сияқты менің ойымша да. Пендем, сен тоқта, қалай өмір сүріп жатсың, сен жалпы дұрыс жолдасың ба, сен қалай істегенің дұрыс болар еді деген бір сұраққа жауап іздесін деп солай тоқтатып қоятын сияқты Алла тағала менің ойымша да. Сосын мен сол уақытымды өзімнің тек қана өзімді дамытуға арнадым. Кітап оқуға, пайдалы подкасттар көруге, пайдалы деректі фильмдер көруге, адам қалай өмір сүреді, жақсы жетістікке қол жеткізген адамдардың өмір баянын зерттеуге, сол кісілерден үлгі алуға, жалпы өзімді дамытуға арнадым. Даже менімен бірге бір палатада жатқан бір үлкен апа болды, Тараздың апасы. Сол кісі айтатын, сен қыз мүлдем оқисың, тек қана сондай нәрселер көресің, сен бір оқу орнында жүрген сияқтысың деп айтатын да сол апа маған. Сен осы уақытқа шейін осындай өзіңнің сүйікті істеріңмен айналыспаған сияқтысың, саған бір осы сүйікті ісіңмен бір айналысуға берілген бір мүмкіндік сияқты болды ғой деп. Айтпесе сол кезде біз Алматыда исследовательный центр онкология ғылыми орталықта жатқанбыз да, лечение алып, ем қабылдап. Сол апа айтатын, сен осы жерге шейін жасай алмағансың, осы істің бәрін енді жасап жатқан сияқтысың ғой деп та. Сол кітаптан баса алмайтынмын, тек қана сондай пайдалы заттар көретінмін, наушникта ешкіммен сөйлеспейтінмін, тек қана шай тамақ ішкен кезде ғана қасымдағы кісілермен сөйлесем, міне басқа кезде тек қана өзіммен болдым. Прогулкаға шығамын, таңертең ерте тұрамын, мен ауруханада жатырмын, мен жағдайым қиын, после химия маған өте ауыр, мен өйтіп жатырмын, бүйтіп жатырмын демейтінмін. Таңертең ерте тұратынмын, 6-та тұратынмын, есік алдына шығатынмын, 10 000 шаг жүретінмін, 10 000 шаг жүремін обязательно күнде. Кәдімгі дені сау адамдар қалай салауатты өмір салтын ұстанады, қандай рутинасы болады өзінің, жасап алады ғой рутинаны өзіне, қандай дисциплинада өмір сүреді, дәл сондай дисциплина болды менде больницада. Таңертең ерте тұрамын, ешқандай сылтау айтпаймын, физзарядка жасаймын өзіме. Даже химия алып жатып, ісіп жатсам да, денем бәрі ісіп жатса да, өзімнің денемді қалпыма келтіруді, мүсінімді әдемі қылуды, түрімнің шашым жоқ болса да, қасым жоқ болса да, кірпігім еш нәрсем жоқ болса да, өзіме уход жасауды, өзімді әдемі сақтап қалуды, денемнің ісіктерін қайтаруды, миым жайында болуын, миымды дамытуды, ақыл есімді дамытуды, тек қана сондай нәрсені ойладым да. Таңертең 10 000 шаг жүретінмін, күнделігімді алып шығатынмын, дворға шығып, таза ауада отырып, мен күнделік жазатынмын күнде. Менің күнім осылай басталды, мен осылай өмір сүремін, өзімнің 10 мақсатымды бір жылда мен қандай жетістікке жетуім керек, мен қай жерде болуым керек деген сұрақтарға жауап іздеп, мен сол кезде 10 мақсатымды сөйтіп жазатынмын да. Вот осындай нәрселерге кеңес берер едім сіздерге. Ешқашанда өлімді ойламаңыздар. Өлімді соңғы орынға қойыңыздар. Өлуге бәріміз үлгереміз, өлімді соңғы орынға қойыңыздар. Тек қана дәл қазір осы жерде өмір сүруді. Сол больницада жатсыз ба? Мейлі сол больницада жатқан өміріңізді қалай жақсы сүруді, соны әдемі етуді, қалай сәнді болып жүруді, өзіңді жақсы көруді, өзіңді қабылдауды, дәл сол сәтте ләззат алып, дәл сол жерде, вот здесь и сейчас дейді ғой, дәл сол жерде өмір сүруді. Ертең өліп қалам деген нәрсені ойламауды, ертеңгі күнмен өмір сүрмей, дәл сол жерде қандай тамақ шығатсын, саған жақсы, приятно. Мысалға, химиядан кейін түсінем, көп адам тамақ ішкісі келмейді, аппетиті болмайды, бірақтан да соның ішінде де өзіңнің сүйікті бір тамағын тауып, қайнаған жұмыртқа жеп отырсаң да, соны рахатпен жеуді, жақсы күннің болатынына сенуді, және де алдыңда тек қана жақсы күн күтіп тұрғанын, ары қарай мен қалай өмір сүремін деп сол өміріңе жоспар құрып бастаған дұрыс деп ойлаймын. Дәл сол жерде тек қана аурудан емделуді, лечение алуды, қайда барып химия алуды, Индияға барам ба, Түркияға барам ба деп ойлауды емес, алдыңда қандай мақсат, бизнес план құруды,
орындала ма орындалмай ма ол сіздің бас ауруыңыз емес, ол Алланың ісі. Ол Аллах біледі, орындалады орындалмайтын. Сен тек қана соған ниет ету керексің. Бизнес план құр. Мен осындай нәрсемен айналысқым келеді. Мен оказывается осы уақытқа шейін өзім сүйіктісімен айналыспағанмын. Мен мысалға салонда жұмыс жасағым келеді екен, мен кірпік жапсырғым келеді екен, не болмаса мен басқа нәрсе істегім келеді екен, мен бір нәрсе выпечканы жақсы көреді екенмін. Осындай нәрсе бизнес план құр, тек қана сондай видеоларды қара. Нөлден бастап қалай бизнес бастауға болады деген сияқты осындай мотивация береді. Осының бәрі мотивация саған, осындай нәрселермен айналысқаныңыз дұрыс деп ойлаймын да. Ешқашанда мен онкологиямен ауырып жатырмын, бүгін өлем бе, ертең өлем бе деген ойды басыңыздан шығарып тастаңыз. Одан кейін соңғы тағы да бір айта кететін кеңесім, ауруханаға барасыз ба, больницаға барасыз ба, врачтардың приемына барасыз ба, мен көп адамдарды байқаймын, бүкіл бала шағасымен, қасында үрім бұтағымен, туысқанымен, мамасымен, сестрасымен жүретін кісілер бар, ауырып жатқан кісілер. Ешқашанда олай жасамағандарыңыз дұрыс. Сенің қасында жақын адамдарың болғаннан кейін сен еркеленесің оларға, жылайсың, сықтайсың, олар да сенімен қосылып жылайды. Міне бүгін ертең сен өліп бара жатқан адам сияқты, уже қоштасып жатқан сияқты болып жүреді да, олар сенімен қасында жүреді. Сол дұрыс емес деп ойлаймын. Мен қанша 2 жыл ауруханада жаттым, одан кейін ремиссиядамын. Мен бір-ақ рет қана ауруханаға тек қана мамаммен ғана барғанмын. Онда да болса химияның бәрі бітті, ертең операция деген кезде ғана мамаммен барғанмын. Басқа кездің бәрінде жалғыз өзім баратынмын. Тек қана өзім. Мен білетінмін, қасында адамдар болса, вот сондай болып кетесің сен. Еркеленесің, жылайсың, еңірейсің, босап кетесің да. Негізі босауға болмайды да. Вот босауға, өлімге, бой алдыруға, оны ойлауға болмайды. Ол мысалға Алладан әмір келетін болса, сенің ажалың келіп тұрса, сен қандай жолда да мысалға ұйқыдан тұрмай қалып жатқан адамдар бар, солай да кетіп қалуың мүмкін да. Оны ойлама. Рак деген приговор. Мен ракпен ауырдым, болды, мен өлем деп ойламаған да. Солай туысқандарыңды қасыңа ертіп жүрмеген дұрыс. Өзің жүр, жалғыз бар, приемға да жалғыз бар, ештеңе етпейді да. Вот бар, өзің сөйлес дәрігермен, өзіңмен өзің болғаның дұрыс деп ойлаймын да. Осы сәт сенің бір сәтің, осы жерге дейін келіп өзіңнің өміріңе анализ жасауға, ары қарай сол жерден толчок, аяғыңды тіреп судың астына кетіп бара жатсаң, судың түбіне жеткен кезінде аяғыңды қармана бересің суда. Просто суда былай тұрады ғой, жерге жеткен кезде аяғыңның ұшы тигенде қатты сол жерден басып жоғары қарай шығып, судың бетіне шығып кетуге саған мүмкіндік бар. Дәл сондай сияқты өміріңдегі бір аяғың тіреп жоғарыға шығып кететін жерің, қатты толчок, алға қарай ұмтылып кететін жерің, өсіп кететін жерің, жақсы өмір сүріп кететін жерім деп, сондай нүктем деп қабылдағандарыңыз дұрыс деп ойлаймын. Сау болыңыздар, менімен бірге болыңыздар. Менің каналым қазақша канал, көбінесе мотивационный канал, жаңа мотивация беретін адамдарға кеңес беретін. Жазылып алыңыз, менімен бірге болыңыз, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Мен сіздерге сұраққа жауап беруге, осындай жағдайдан шыққан адам ретінде кеңес беруге әрдайым дайынмын. Сау болыңыздар, аман болыңыздар.